Сәлем достар, арнамызға қош келдіңіздер. Пісте адам ағзасына қалай әсер етеді? Пісте жүрек қан тамыр жүйесін реттейді. Егер күніне 100 грамм пісте пайдалансаңыз, артериосклероздың алдын аласыз. Пісте асқазандағы қыжылды басады, жастық пен сұлулықты сақтайды. Пістені көп шағу тіске зиян, тістің эмалін құртады. Пісте анакардия тұқымдасының бір туысы. Пістенің жер бетінде өсетін 20 түрі бар. Пайдалы тұстарына тоқталатын болсақ, пістеден май жасайтын бәрімізде білеміз. Пістенің дәні кальций мен магнийға бай. Сондай-ақ оның құрамында А, В, Е, Д дәрумендері бар. Олар тері мен шашқа өте пайдалы. Пісте ағзаның ерте қартаюының алдын алады. Пісте артық салмақтан арылу үшін диета ұстайтын жандарға пайдалы. Қарын қатташқан кезде аз ғана пісте дәнімен қоректеніп алсаңыз, ол ұзаққа дейін асқазанды тоқ ұстайды. Оның құрамындағы май мен ақуыз кәдімгі тамақ іспетті. Қуырылмаған пістенің дәндерінде адам ағзасына ең керекті элементтер йод пен темір және магний бар. Олар жүректің жұмысын жақсартып, тамырларды шлактардан тазартады. Сонымен қатар пісте жүйкені тыныштандырады. Пістенің зиянды тұстары. Пістені жиі шағатын болсаңыз, аппендицитке алып келеді. 100 грамм пісте құрамындағы калорий бір плитка шоколадтан кем емес, немесе бір кесе тамақтағы калориямен тең. Сіздермен бірге болған пайдалы ақпараттар каналы. Келесі видеода кездескенше сау, саламат болыңыздар.